Бүгін басым аман екен деп ойлама Қазақстанның халқы. Кез келген уақытта сенде істі боласың, сенде сотты боласың. Кез келген уақытта сен өзің аман болса да, іні жекжатын құда, балдыз, бажа, бауырың, алпыс апа, 70-тен істі болады. Сен қысқасы істіктің басында тұрсың. Сен атылған тұрған жанартаудың үстінде ұйықтап жатсың. Алтын таудың үстінде аш-жалаңаш отырған сорлы қазақсың. Сондықтан өкімет шешеді деген оттаған сөзге сенбеңдер. Қазақ өзің аққа жақ болсаң, қараға қарсы болсаң, бақытты боласың. Ал көнімпаз тәубешіл болсаң, шүкірбай болсаң, сорлағаның сорлаған. Зындан да түрмеде сенен еш алыс емес. Ендеше әрбір қауым ақиқат үшін, шындық үшін күрессе, Құдай тағала оған бақытты береді, байлықты да береді, берекенді береді. Ал егер ақиқатшыл болмаса, ол қауым жер жүзінен жойылады. Мына дәл қазір мен тұрған мына Америка, ол майалар, әстектер деген бізбен арғы аталар 20 мың, 30 мың жылдың алдында туысатын қысық көзді азияттар тіпті бізбен туыстас халық еді. Қайықты каяк дейтін, күнді гүн дейтін сол қауым бүгін міне жер жүзінен жойылып, бұның орнына мүлде бөлек ақ нәсілді еуропалық қауым келіп, оның жаңа жауыздар Африкадан қара зеңгілерді алып келіп, бұнда құл қылып, аналарды қырып жойып, жер жүзінде болмаған сияқты қылып, сол бір өркениетті жойып, мүлде адамның есіне кірмейтін Америка дейтін мемлекетті құрып отыр. Неге? Ол қауым Құдайдың қарғысына қалды. Яғни олар тайпа-тайпа болып, бір тайпа бір тайпаны ұстап алып, тұтқындап, жаулап алып, ата-бабасының аруағына 100 мыңдап адамдарды құрбандыққа шалып, 100 мың қойды. Мына арабтар Меккеде құрбандыққа сойған сияқты, олар 100 мыңдаған құлды құрбандыққа шалып жатқанда, мынау құдіреті күшті Құдайдың ғазабына қалды да, кітап иесі, ақылы кітап иелері болған, крест ұстанған, Інжілді қасиетті кітап дейді сенген қауым аналарға салыстырмалы түрде Құдайға жақын болғандықтан сол қауымға дес беріп, мына жерде сол қауымның ұрпағын өсіріп отыр. Қазақ дейтін халық, сен де мынау нанғыштығыңнан, надандығыңнан, қорқақтығыңнан, аққа жақ бола алмайтындығыңнан, өсекшілдігіңнен, бәлеқорлығыңнан, көп сөзділігіңнен, жаңа болмайтын дауды қуатындығыңнан, бір-біріңе серік жолдас бола алмайтындығынан, берекесіздігінен, ұйымдаса алмайтындығынан, ұсақ түйек өсекке бәле жалаға құмарлығыңнан, біреу нақақ сотталып жатса кеудеге алға шығып қорғай алмайтындығынан Құдайдың қарғысына қалып, жер жүзінен жойылып кету қаупінен қорқ. Егер сен шынайы Құдайдың ақиқатын білсең, Лут қауымдары қалай жойылды, Нұхтың қауымы қалай жойылды, одан бұрында басқа ат қауымдары қалай жойылды, бейне осы дәл қазір мына мен тұрған Америкадағы сол маялар, әстектер қалай жойылып кетті, тағы ат аталмаған қаншама қауымдар қалай жойылып кетті. Сол жойылып жер жүзінен жоқ болып кеткен қауымдардың қасіретін ойласаң, ендеше қазақ, кеудеңді керіп шық, өзекті басқа бір өлім, төсегіңде жатсаң да өлесің, май шайнап қазы қарта асасаң да өлесің. Бірақ өлім ертең Құдайдың алдына барғанда сен ақиқатшыл болып барасың ба, жоқ ардан безіп қарныңды қампайтқаның үшін ғана барасың ба? Сен қалай? Қара су ішсең де өлесің, қазы қарта шайнасаң да өлесің. Бірақ Құдайдың алдына барғанда, мәңгілік өмірдің алдында сен өзіңді не деп ақтайсың? Соны ойлан. Егер сен ақиқатшыл болмасаң, турашыл болмасаң, сен бүгін өзің жақсы өмір сүргенмен, ертең сенің өміріңде ешқандай кепілдік жоқ. Байлығыңа да кепілдік жоқ, барлығыңа да кепілдік жоқ, өсіп өнген тұқымыңа да кепілдік жоқ. Мынау сорлы жүйе, бандиттік жүйе сені тұқымыңмен тұздай құртып, жеріңнің шығысын Қытайға, батысы мен солтүстігін орысқа беріп, өздері баяғыдағы күрттің тайпа билеушілері сияқты Лондонға қашып кетіп, бүкіл Күрдістанды жоқ қылған сияқты, бұлар да қашып пысып жоғалуға дайын. Қытайдың қылмысын ашатын не бір сұмдық фактілерді жинап жатыр. Кешелі бүгін ол азаматтарымыздың шетінен жинап, шетінен жариялаған видеоларын көрсеңіздер, иегі бардың иегі түсіп қалатындай. Қайғыдан егер жүрегі жұмсақ болса, шашы ағарып кететіндей сұмдық оқиғаларды дәлелін тауып жариялады. Бұл адамзаттық еңбек. Бұл естеріңізге сала кетейік. Екінші дүниежүзілік соғыста 6 миллион еврейді қынадай қырып, анау Польша жерінен, поландтардың жеріндегі сіңісіп кеткен еврейден тартып қырудан бастап, ең соңында бүкіл Еуропадағы еврейлерді қынадай қыруға кіріскен неміс фашистерінің адамзатқа қарсы қылмысын әшкерелеген сияқты қарекетпен бірдей қарекет. Бұл әлі басы. Ертең Қытайдың геноцидтік қылмысын Қытай компартиясы құлағаннан кейін барып
әшкерелеу ол бөлек. Қытай компартиясы құламай тұрып, тура мына біздің қатарымызда тұрып әшкерелеу бұл бір бөлек. Бұл бірінші. Біз үлкен бүкіл әлемдік адамзаттық деңгейде, тіпті бәленбай мың жыл тарихта қалатын үлкен жұмыстың біз бірінші қадамын басып жатырмыз. Ал бізден кейін Қытай компартиясы құлап, ешкімге қысым тумайтын болып, әшейін майрағайда тайрағай заманда сол кезде табанынан тозып кітап жазатындар, көз майын тауысып, жаңа шығарма жазатындар, табанынан тозып ел аралап пакет жинайтындар о кезде миллиондап шығады. Қазіргі кездегі үнсіз қалған, бұғып қалған қаңылтыр кеуделі ақын жазушылар ол кезде халқым қазағым деп қаңылтыр кеуделерін қаңғырлатып, том-том кітап жазып, үлкен сахналарда мыңдаған, жүз мыңдаған адамның қол шапалағына ие болып, сол заманда біздің өзіміз тасада қалып, олар тіпті сол заманның батыры болып кетуі әбден мүмкін. Тарихтан бері солай. Күресетіндер бөлік, оның қызығын көретіндер бөлік, күресіп, соған маңдайын жаңа оққа төсеп, кеудесін жаудың оғына төсеп, қалқына қалқан болатындар бөлік, ал барлық шаруа шешілгеннен кейін еңбектің, жеңістің жемісін ұрлап алатын ұры-қарылар бөлек болады. Бірақ біздікі мынау ақпарат дамыған заман, бүкіл міне медиа, YouTube, Facebook, әлеуметтік жаңағы клаудтар, барлық ақпарат желісіне біз істегеніміздің бәрін күндегісін күнде салып отырмыз. Ендігіде болашақта көз ашық көкірек ояу зерттеумен болатын болса, датадан тексеріп ақ бәрін біліп алады. Бұл бірінші нәрсе. Енді осындай сұмдық оқиғаның тұсында Қытайдың жалдамалы иттеріменен Қазақстанның ішіндегі қазаққа қарсы сұмырайлар атажұрттың бұл еңбегін арандату өкімет өзі шешеді деп оттай бастапты. Халыққа бүйтетін болсаңдар, біздің билікке қарсы шыққан боласыңдар, ақалай көкалай өкімет шешеді, бұлар шешпейді дейді. Ал өкіметтің шешсе, өкіметіңнің шешкенін дәлелде көрсет. Өкіметтің шешсе, сол анау президенттің Тоқаевтың былайша айтқанда жеңгесі болатын Қалида Ақытқанның 3 жыл 3 келіні 14 немересін әкеп берші. Қалида Ақытқан Тоқаевтың жеңгесі. Сол апамыз міне 200 күннен артық уақыт болды. Алматыда жаздың ыстығында, Астанада қыстың суығында барып, өзінің 3 ұлы 3 келіні 14 немересінің өлі тірісін біле алмай айғайлап жүр. Өкімет шешкіш болса, Байболат Күнболаттың нақақ сотталған, бар жазығы Алматыға келіп оқуға түскендігі үшін Қытайға барғанда сотталып кеткен інісін құтқарып берсінші. Өкімет әділ болатын болса, жас үйленген, әлі де 12-де бір гүл ашылмаған Алтынай Арасанның Қытай лагерінде қор болып түрмеде отырып, түрмеден кейін үйғамақтан кейін қазір қатаң бақылауда отырған, өзінің Құдай қосқан қосағына жете алмай отырған Алтынай Арасанның күйеуін әкеп берсінші. Алтынай Арасанның күйеуіне Қытайдың Іле-Қазақ автономиялы облысы Алтай аймақтық полициясы біз сені Қазақстанға жібере алмаймыз, жібергенше өлтіргеніміз жақсы деп айтады екен. Ал осындай Құдай қосқан қосақты Қытай айыратын осындай сұмдықтардан кейін біздің өкіметіміз осын шешеді дегенге бала сенемін.